Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті алғашқы жарты жылдықты қорытындылады. Осы мақсатта департамент басшылары бүгін баспасөз мәслихатын өткізді. Алғашқы жарты жылдықта департамент қызметкерлері ауқымды шараларды атқарған. Мәселен, сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай тізілімінде 193 тергеу амалдары жүргізілсе, оның 137-сі сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс болған. Түрлі деңгейдегі басшылардың, атап айтар болсақ, облыстық деңгейде 4-еу, қалалық деңгейде 5-еу, ал аудандарда 15 басшының қылмыстық ісі әшкереленген. Осы мерзім ішінде облыстағы мемлекеттік органдар 662 әкімшілік қызметтің бос орындарына конкурс жариялаған. Осылайша 230 жеңімпаз анықталған болатын. Алғашқы жарты жылдықта тестілеуден өтуге 1070 азаматтан ұсыныс түсіп, тек 377 тұлға ғана бірінші сатыдан өткен. Жарты жылдың ішінде департамент қызметкерлері 1136 мемлекеттік қызмет көрсетті. 6 тәртіптік кеңес өткізіліп, 67 іс қаралған. Кеңестің ортақ шешіммен 33 тәртіптік жаза беріліп, 5 қызметкер жұмысына сай еместігінен байланысты қызметінен қуылған. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мәселесіне келетін болсақ, агенттіктің тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының индустрия және даму министрлігінің аумақтық бөлімшелерінде, Қазақстан Республикасының қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің аумақтық бөлімшелерінде және денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің аумақтық бөлімшелерінде осындай талдау жүргізіліп, сыбайлас жемқорлық қауіптері анықталып, тиісті жұмыстар атқарылды.